Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үйде жасалынатын палау жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоны толығына дейін қарап, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен етімізді, сәбізімізді және де пиязымыздың барлығын турап дайындап аламыз. Содан соң қазанымызға майымызды құйып, етіміз қызарғанға дейін және де суы кеткенге дейін қуырып алатын боламыз. Мен барлық өлшемдерін төменде описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Сондықтан да сол жақтан барлық өлшемдерін көріп, салсаңыздар және жасасаңыздар болады. Мінекей біз қатты қызып тұрған отта етімізді қуырып аламыз. Бізде етіміз міндетті түрде қызаруы керек. Мінекей біз етімізді қызарғанға дейін қуырып алдық. Енді үстінен пиязымызды салып тағы да қуырамыз. Енді үстінен келесі кезекте сәбізімізді қосып қуырамыз. Сәбізді қуырар кезде біз өте көп қуырып жібермеуіміз керек, өйткені бізде сәбіз езіліп кетеді. Сондықтан да 5 минутқа жеткізбей 3-4 минут немесе 2-3 минут қана қуырсаңыздар жеткілікті. Қуырылып дайын болам дегенге дейін біз күрішімізді дайындап, қазір тазалап жуамыз. Күрішті жуған кезде міндетті түрде салқын суда жуыңыздар. Сол кезде сіздердің күріштеріңіз езіліп кетпейтін болады. Мінекей біз енді сәбізімізді қуырып болдық. Енді дәміне қарай тұзын қосып, содан соң үстіне суын құямыз. Енді үстінен суымызды құямыз. Суын құйған кезде бізге көп құйып жібермеу керек. Сәбізі кішкене ғана батып тұрса болды. Енді біздің сәбізіміз қайнағанға дейін күрішімізді жуып дайындап аламыз. Содан соң 20 минутқа салқын суда күрішімізді суға салып қоямыз. Біздің 20 минут уақытымыз өтті. Енді үстінен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша зираны қосып салсаңыздар болады. Күрішті салар алдында міндетті түрде астын қатты отқа қойып, үстінен күрішімізді салып шығамыз. Енді күрішімізді бір келкі етіп барлық жеріне жайып, сулы болғанға дейін барлық жеріне дұрыстап жайып шығамыз. Содан соң суы тартылғанша қатты отта қалдырып қоямыз. Мінекей достар, бізде суымыз тартылып бітті. Енді күрішіміздің барлығын ортаға жинап, содан соң қазір видеода көрсетілгендей етіп қасықпен тесіп шығамыз. Мінекей осылай тесіп шығамыз барлық жерін. Содан соң үстіне салафан жауып,
өзіміздің белгілі бір уақытымызға дейін қалдырып қоямыз. Ол уақыт бізде 15 минут болады. Астын өте баяу отта қойып, сол 15 минутқа қалдырып қоямыз. Сау болыңыз. Мінекей достар, біздің палауымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай бізде езілмей, дәмді болып шықты. Енді үстіне жұмыртқаны қайнатып қою, ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Егер де жұмыртқа ұнатпайтын болып жатсаңыздар, онда сіздер жұмыртқаны қайнатып қоспай ақ қойсаңыздар да болады.